Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сандар теориясына қатысты бір қызықты есеп, олимпиадалық есептің шығарылуын қарастырайық. Қандай да бір натурал санды сол санның цифрларының қосындысына бөлгенде, бөліндісі 2020-ға және қалдығы да 2020-ға тең болуы мүмкін бе деген есеп. Так, бұл есепті біз Telegram чатта жариялаған болатынбыз, бірақ ол кезде екі нұсқасын берген болатынбыз, 2020 және 2021 деген. Сонда 2021-ге бізде дұрыс жауап мысалдар табылған, тапқан кісі бар. Так, жалпы есептің шарты қандай? Мысалы А деген санды 2021 болатын жағдай үшін қарастырайық. Яғни А деген санды осы санның цифрларының қосындысына, яғни цифрлардың қосындысын осылай белгілейді кейде SA деп. Мысалы N деп алатын болсақ, яғни цифрлардың қосындысына бөлсек, бізде 2021 шығады. Және қалдығы 2021. Так, егер бұны қосатын болсақ, бізде 2021, яғни жақшаның сыртына шығарып жіберсек, n+1 көбейту 2021 деген сөз. Жалпы 2021-ге бөліну керек, және бұл жерде n, ол А санының цифрларын қосындысы болу керек. Ондай мысалдарды келтіріп кетейін. Мысал үшін 22.231 деген сан. Көріп отқанымыздай, бұл санның цифрларының қосындысы 10-ға тең, яғни 2 қосу 2, қосу 2, қосу 3, қосу 1. Осы санды цифрлардың қосындысына бөлсек, яғни бұл 11-ге бөлінеді, яғни 10-ға бөлсек цифрлардың қосындысына бізде 2021 шығады. Және қалдығы 2021, яғни ол 2021 көбейту 11 деген сөз. Яғни бұл жағдай үшін орындалып тұр. Мысалы, тағы да бір мысалды көрейік. 58.609 деген мысал келтірілген болатын. Бұл жерде 5 қосу 8, қосу 6, қосу 0, қосу 9 цифрларының қосындысы 28-ге тең. Яғни бұл сан 28 көбейтілген 2021 қосылған 2021 түрінде жазуға болады. Яғни бөліндісі 2021-ге тең, қалдығы 2021-ге тең. Яғни 29 көбейту 2021 деген сөз. Яғни 2021 болған жағдай үшін есеп бізде орындалып тұр. Неліктен бізде есеп 2020 үшін орындалмайды, соны анықтайық. Так, яғни А деген санды, егер оның цифрларын қосындысы N деген санға бөлсек, 2020 болатындай бөліндісі, және қалдығы 2020 болатындай. Есептің жауабы ондай сандар жоқ, яғни ол болу мүмкін емес. Яғни цифрларын қосындысына бөлгенде бөліндісі 2020 және қалдығы да 2020-ға тең болатындай натурал сан табылмайды. Неліктен? Бұл жерде мынандай нәрсені қарастыруымыз керек. Үшке бөлінгішті қасиетті барлығымыз білуіміз керек. Яғни егер санның цифрларының қосындысы үшке бөлінсе, онда ол сан өзі де үшке бөлінеді. Ол не деген сөз? Мысалы А деген сан және оның цифрларының қосындысы SA. Олар үшке бөлгенде бірдей қалдық береді деген мағынаны білдіреді. Түсінікті, мысалы 200, мысалы 58 деген санды алайық, мысалы үшін. Цифрлардың қосындысы қаншаға тең? Так, 7, 8, 15-ке тең, Онда 258 цифрлардың қосындысы 15 болып тұр. Яғни 258-ден 15-ті азайтсақ, оның айырмасы... Так, 258, 15 емес, 9 емес, бізде 3 керек. Мысал үшін 258 емес, 257-ні алып қарайық онда. Так, онда бұл жерде 14 болып тұр. Цифрлардың қосындысы 14, демек 257 мен 14 саны 3-ке бөлгенде бірдей қалдық береді деген сөз. Яғни ол не деген сөз? Олардың айырмасы 3-ке бөлінеді деген сөз. Яғни 257-ден 14-ті азайтсақ, оның айырмасы бізде 3-ке бөлінеді. Себебі екеуінің қалдығы бірдей. Ал қалдығы неліктен бірдей болады? Енді оны түсіну оңай. Мысалы 3 таңбалы санды алып қарайтын болсақ, ABC деген. Осы санның цифрларын қосындысын азайтсақ, онда ABC дегеніміз ол не деген сөз? Ол 100A, яғни A 100-дік бар, B 1-лік бар, 10-дық бар, 10B қосылған C. Осыдан олардың цифрларын азайтсақ, қосындысын, онда бізде C мен C жойылады мына жерде. Сонда мына жерде не шығады бізде? 99A қосылған 9B. Көріп отқанымыздай, бұл 3-ке бөлінеді. Яғни, бұны тұжырым теорема ретінде қарастырсақ болады. Яғни саннан, қандай да бір саннан, сол санның цифрларының қосындысын азайтсақ, бізде шыққан айырмасы әрқашан 3-ке бөлінеді. Яғни, кез келген саннан оның цифрларын қосындысын азайтса,
айырмасы 3-ке бөлінеді. Олай болса, мынау жазуды қандай түрде жазуға болады? А санынан n-ді азайтайық. Яғни естеріңізде болса, n дегеніміз ол А санының цифрларын қосындысы. Сонда бізде не шығады? Мына жерде 2020n деп тұр, я? Сонда n-ді азайтсақ, сол жағына бір n-ді өткізіп жіберсек, онда 2019n деген шығады. 2019n қосылған 2020. Ал А азайту n, яғни А санынан сол санның цифрларын қосындысын азайтсақ, бұл бізде 3-ке бөлінеді. 2019 цифрларының қосындысы 12-ке тең, ол да 3-ке бөлінеді. Бірақ 2020 3-ке бөлінбейді. Сондықтан теңдіктің сол жағында бізде 3-ке бөлінетін сан тұр, А минус n деген, ал теңдіктің оң жағында 3-ке бөлінбейтін сан тұр. Яғни біреуі бөлінеді, біреуі бөлінбейді, онда қосындысы 3-ке бөлінбейді деген сөз. Сонымен 3-ке бөлінгіштік қасиет бойынша шығатын есеп. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.